Ал достар, мен бір осы жалпы этно стилдегі заттардың бір кереметтерін таныстырып кеткім келеді. Міне, қоржын бұл түкті кілем тоқу әдісімен тоқылған, және де ортасына салғаны, арқасына салғаны тақыр тоқу үлгісімен жасалған. Жаңағы қоржынның аузында мынандай ілгіштері болады, ішіне затын сақ қояды да бір-біріне қарай тартып, керіп, байлап тастайды. Қоржын мынау негізгі, нағыз қоржын деген осы. Міне, қазір енді әртүрлі түрлерімен жасап жүрміз ғой. Одан кейін жалпы қазақта қоржын, қап, алақап, кереқап, қалта, дорба, жаңғы чай қалта, чай толып, тұз қалта, уық қап, кереге қап, боқша, қырық қалта деген сияқты өте көп осындай ыдыстың түрі болған. Қалшын, жағылан деп мысалы кебеже жақтардың да жасайтын. Жағылан деген жаңағы теріден жасаған сандық болса, қалшын деген осындай кестелеп, осындай термелеп тоққан қыздың жүгін салатын сондай дорба болған. Ал ендігі бір айтайын дегенім кереғап. Кереғап деген бұны қандай кезде пайдаланады? Жаңағы мал төлдеген кезде аттың арқасына сақ қояды да, төлдің басын бері қарай шығарып, төлдеген малды өрістен үйге алып келу үшін осындай кереғап болған. Міне мынау кереғап. Мысалы ішіне қозыны салады, қозының басы шығып тұрады, тұншығып қалмайды. Сондықтан былай аузы ашық тұрады бұның. Бұл ешқашан бір-біріне байламайды, жаңағы мал түсіп қалмайды, аттың қанжығасына салып алып келетін болған. Енді одан кейінгі айтайын дегенім мынау міне, бұл кереге қап. Керегені жаңағы түйеге тиеді ғой. Сол кезде керегенің басы сынып қалмасын деп керегеге кигізіп қояды, мынандай кигізіп қояды да, енді үйге келгеннен кейін бұны керегеге іліп қойып, ішіне астаулар салған. Бұл сондай астау қап немесе кереге қап деп айтады. Айтайын дегенім мынау уық қап. Бірінші уық қап, екінші кесе қап деп айтады. Неге уық қап дейтін болса, уықты жаңағы түйеге тиегенде, көшіп жүрген кезде уықтың қаламы сынып қалмасын деп, мынаны уықтың қаламын кигізіп қояды. Одан кейін көшіп келіп қойғаннан кейін мынаны керегеге іліп қойып, ішіне кесе салған. Бір жағы мына жалпы мынаған қақпақ дейміз ғой. Бұл қақпақ не үшін жасалады деген, кесе салу үшін жасаған. Әйтпесе жаңағы уық салған кезде қақпағын былай ішіне қарай салып жібереді, ішіне уық кіргізіп, мына жіптермен байлап қояды уықты. Осындай екі түрлі жолмен қолданады бұны. Ал енді одан кейінгі мынандай бір дорба жасағанбыз, бұл болғанда жаңағы тұз қалта. Мұның барлығы негізі менің бала күндегі көрген заттарым, елестерім, мен оны жаңа заманға қайтадан жасап қойғам. Енді мына бір кішкентай екі жағында, екі құлағында бауы бар, бұл чай тұлып деп айтады. Ішіне чай сақ қоямыз да, жаңағы чайды талқандап, чай қайнатқанда соған салып, былай уыстап салып жібереміз де, сонымен чай ішіп жүргенбіз. Ендігі бір көрсетейін дегенім, онан кейін жаңа айттық қой, қыз бар үйдің 40 боқшасы болады деп. 40 боқшасы болады деп. Ол неге десе, қыздың қазір косметичкасы бар, анау бар, мынау бар, чемодан бар, шипанер бар, жаңағы шкаптар бар, қазіргі заманда. Бұрынғы заманда ондай болмаған, барлығын осындай жасаған, дүниеге салған. Мынау міне сол боқшаның бір түрі. Бұл неге десе, қыздың қоржыны бір жағынан өте сәнді, қыздың заттарын салатын осындай керемет шашақты төгілген әдем болған. Неге бұның барлығына шашақ төгет десе, міне мынандай түр тағы бар. Бұл неге сәнді, бұл неге шашақ төгет десе, біздің қазақ жалпы қыздарын өте сәнді, әсем, дүниеге құмар қып, сондай керемет қып өсірген. Оның бір жағында барлық дүниесіне шашақ қойғаны, қыз бала деген бұл ұрпағын өсіреді, көбейтеді. Қыз балаға жалпы шашақты, былай желбіреп тұратын сондай дүниелерді қыз бала өте көп пайдаланған. Одан кейін жаңағы қырық қалта деген біз өзіміз тұрмыста көп қолданамыз. Міне қырық қалтаның өзінде жалпы мына қазақ мынандай тананы, түймені, осындай тана моншақты көп қолданған. Мынау енді сол жаңағы қырық қалтаның енді бір тағы да қыз бала пайдаланатын болған кейін тағы да әсем түрі, мына жерде құрақтан құрап жасаған. Бұның өзі де сол мына қырық қалтаның ішіне салған заттың өзі сол осы құрақтай құралып былай жиналсын деген. Мынаған енді мүмкін алтын күмістерін, жаңағы әдемі заттарын ішіне салған. Бүгінгі таңда мен осының барлығын өзіміз қолданамыз. Міне біздің орталығымызда міне қырық қалтаның бірі. Міне бізге тігу, жаңағы термебау барлығымен мен өзімнің қалған қалдықтарымнан осындай бір қырық қалтадар жасап қоям. Жаңағы дорбалар міне жерде міне ілултір, міне барлық мынандай істеген заттарымызды пайдаланатын, міне барлық заттарымызды осының ішіне салып қойып, міне
жинап отырамыз. Бұл да біздің енді бұрынғы ата бабамыздың қолданған заттарын қазір жастар көрсін деген біздің көрсетіп жатқан үлгілеріміздің бірі. Енді мен бұл жерде енді бұл бұрынғы заманда қолданды, қазір қажет жоқ деп айтады жастар. Олай емес мүлде. Біз қайтеміз, бүгінгі таңда біз әдемі мынандай сумкалар пайдаланамыз. Міне, мынау сумка мен өзім бұлай жасағамыз. Міне, иыққа іліп алып жүргенде өте әдемі, сәнді. Міне, мынандай түймемен де алдын түймелеп қоятын қып, қаншама дүниелер жасауға болады. Міне, құндыздың құйрығынан да мынандай әдемі сәндік тұрғыда дүниелер сап қойған. Мынау клаш, міне, бұлай бүйтіп пайдаланып жүруге. Міне, мына да бауы да мынандай міне тоқылған өте әдемі қол сумкалар. Міне, мынандай сумкалардың қаншама түрлерін бүгінгі таңда біз жасап пайдаланып жүрміз. Міне, сондықтан бұл дүние бұрын ескі, қазір бұны пайдаланбайды деп айтуға болмайды. Жаңағы мен өзімнің мысалы тоқып жүрген жаңағы инструментімнің өзін мынандай дорбаға сап, мен иығыма іліп алам. Сондықтан бұның барлығы бүгінгі таңда да біз әдемілеп қолдануға, бүгінгі таңда да біз пайдалануға өте тұрарлық, экологиялық таза, ешқандай сенің ішіне салған заттарың жаман болып кетпейді, ауа кіріп тұрады, шаң тозаң кірмейді. Денсаулығымызға да өте пайдалы. Содан кейінгі біздің мақтанышымыз, біздің ата бабамыздың өнері, біз соны бүгінгі жалғастырып келе жатқанымыздың бір айғағы.